Мынау бір жағдай болды тағы да. Bir қарындасты оқыдым. Bir үлкен кісілер солай хабарласты да. Соны енді оқып бастап едім, кекіріп бастады. Өзі сондай әрқандай бір осындай жағдайлар болады. Кекірді, есіней бастады. Сонымен бір кезде бір құсып жіберетіндей жағдай болып, лоқсып қалады қайта арасында. Сөйтіп отырғанда мен енді не алдырдым? Үйінде ғой енді, тазик алдырдым. Кей кезде құсып жіберетін жағдай болар. Соң кейін не үшін дейді жаңағы жанында атамлар не үшін тазик дейді да. Мен енді ойлап отырмын, құсып жібере ма деп. Алдыра берейік сол тазик дедім. Сол жаңағы кірлерін әкеп қойды. Сол оқып отқанда айтқанымдай баяғы бір шетке қарай қашты айқайлап. Тосыннан сондай бір дауыстар шығарады. Даже өзіңде секем алып, кәдімгідей денең діре тағылады, ойламаған жерден айқайлаған кезде да. Әлгі жынның дауысы ғой. Айқайлап қашты да, бірден несін жиып қалды да айтып отыр. Аузымнан бір қап-қара маймылға ұқсаған бір нәрсе шықты дейді. Bir екеуі шығып, істенен арғы бетіне өтіп кетті дейді. Мен өзім отырған жеріміз этаж үйде болғанбыз, сол екінші этажда отырмыз. Бұл дуалды көрсетіп отыр. Қалай кетті десем, былай кетті деп, сол дуалдан арғы бетіне өтіп кеткендігін айтып отыр да. Кейін енді анасы кішкене бұл нәрсеге сеніңкіремеді енді. Түсінбеген себепті ғой деймін. Бұл не болуы мүмкін деп менен сұрап жатыр ғой. Мен айтып отырмын, бұл онда яғни жын болды бұнан шыққан дедім. Негізгі маған айтқаны ол кісілердің бауыры ауырады деді, қыздың деді. Біз уже бірнеше жерге көрсеттік, Қытайда да қараттық, Германияда да қараттық, бауырында бір қап-қара бір петно тұр. Енді жалпы бауыр негізі өзі ауыртқанын білдірмейді ғой. Біз енді қызға айтқан жоқпыз. Уже емді оның бәрін көрдік та, енді осы бір дем салдыру қалды деп сіз шақырдық деді. Сонымен енді жаңа қыздың айтысы ол аузынан шығып кетті деді. Сонымен тағы бір 2 күн оқып қойдық. Арада қанша уақыт өтіп кеткен. Сол әлгі әкпе қайтадан звондап шақырды мен. Қыздың анасы да. Бұлай телефонда байқадым, өте көңіл күйде звондап отыр маған хабарласып. Үй жаққа келсең, қазір қызым Алматыдан келіп қалады. Соң кейін бір жолығайықшы анау. Мен енді бір сезім дейді ғой, өзім бір сезгендей болдым, ай сол қыз жақсы болды ау байқауымда деген. Ниетпен келсем, сол қарындас әлі келмеген екен. Соны енді әкпе айтты, мен енді айта берейін қызым келгенше әңгімені деді. Енді сен бұрынғы уақытта айттың, сол жыңғырды басқа қылып мен енді сенбедім деді. Біз ондай нәрселерді, жын шайтан деген нәрсені бала күнде сказкада оқитын едік дейді. Сен бір ертегі айтып кеткендей болдың маған балам дейді, інім дейді. Бірақ енді біз түсінбей жатырмыз бұл нәрсені дейді. Қыздың көңіл күйі жақсарды дейді. Жұмысын жалғастырып жатыр дейді. Қайтадан біз баяғы медицинаға жүгініп бұл аппараттардың бәріне қайтып түсіріп едік. Ешқандай ештеңе таппады олар дейді. Кейін сұрайды дейді, қандай дәрі қолдандыңыздар? Баяғы қара дақты біз көрмей тұрмыз. Бауыры бәрі өз қалпында тұр деп олар айтып жатыр дейді. Сонда біз байқағанымыз бұлар сол жаңағы бауырға отырып алатын көрінеді, жүрек болсын, асқазан болсын, әр органды құртады екен ғой. Енді аппаратқа түспейді, сол жерде операция кесіп тастайды, екінші органға көшеді, ояқты кеседі, сөйтіп ақыры енді бұл адамды бір өлімге әкеліп тірейді екен. Ол сиқыр нәрсе сондай екен. Денсаулығына